Бүгін балалар бізде қазір қандай сабақ? Математика. Олай болса, бізде ерекше сабақ көріп отырғандай, өткенімізді еске түсіру үшін тақтаға қарасақ. Қазір біз осы сиқырлы дөңгелектегі тапсырмаларды орындау арқылы не білетінімізді естіп аламыз, қайталап аламыз. Жақсы. Арақашықтық белгісіз болса, қалай табамыз? Арақашықтық белгісіз болса, біз жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Дұрыс па балалар? Оны тақтаға жаза көрші. Арақашықтықты табу үшін формуласын жазуға болады, иә? Арақашықтық белгісіз болса, жақсы. Дұрыс па балалар? Жақсы, келесі. Оқия қараймыз. Ернұр. Мектептерді 45 минут, ол бір сабақта. Бұл не? 45 минут ол не балалар? Бір сабақ. Жақсы, қабылданады. Отыра қой. Келесі. Келесі. Мәдина. Бір жылда неше күн бар? Бір жылда 365 күн бар. Жақсы, қабылданады. Район. Уақыт белгісіз болса, біз жылдамдықты бөлеміз. Арақашықтықты бөлеміз жылдамдыққа. Дұрыс айтқан балалар? Уақыт белгісіз болса, жаза ғой. Не істейміз? Арақашықтықты жанымызға үш минутқа қалдырады. Уақыт белгісіз болса, ары қарай. Үш минутқа қалдыра ғой жанына. Жанына жаза ғой. Уақыт белгісіз болса, жаңағы айтқаныңды жаз, сен не істейміз еді? Көмек керек. Иә, өзі біледі. Районда жаза ғой, бір көреміз. Бұдан тұқа. Дұрыс па балалар? Келесі. Келесі. Кім? Мәдина. Шартына сұрағы бар шағын әңгіме. Ол сөз есеп. Сөз есеп. Дұрыс па балалар? Жақсы. Келесі. Сағат, минут, секунд болар уақыт. Уақыттың өлшемі бірліктері. Қабылданады. Жақсы. Келесі. Нұрай. Секунда периметрін қалай табады? Біз периметрді формуладан А қосамыз бір, көбейтеміз екіге. Олай да болады, иә? Былайша айтқанда басқаша тағы қалай түсіндіруге болады? Формуланың айта ғой. Фигураның барлық қабырғаларын не істейміз? қосамыз. Жақсы, дұрыс па балалар? Жақсы. Келесі. Медина. Жылдамдық белгісіз болса, қалай табамыз? Біз жылдамдығы белгісіз болса, біз арақашықтық бөлеміз уақытқа. Дұрыс па балалар? Жылдамдық белгісіз болса, не істейміз? Жақсы. Келесі. Соңғы тапсырма. Так, не дейді? Диана. Фигураның ауданын қалай табамыз? Біз ұзындығын етіктеп қосамыз. Ба? Көбейтеміз. Жақсы. Қабылданады фигураның ауданын. Міне балалар біз еске түсіру арқылы осы жерге қаншалықты білетінімізді есімізге түсіріп алдық та, енді әр топтан бір бала келе қойсыншы. Ескере қоймай, Дина районына келе қойында, мына үш қағазды қабылдап ала қойында, тез.
Ал, жақсы. Қандай мен алдыңдар? Бері қараңдаршы. Раяна. Қараңыз. Раянаның тобы бұл нені білдіреді балалар? Ара қашықтық. Ендеше сендердің үшінші қолдары ара қашықтық болады. Жақсы. Мынау қандай? Жылдамдық. Ендеше сен бірінші топтан келдің ба? Сендер жылдамдық боласыңдар. Ал сендердің уақыт біз. Жақсы. Олай болса мына қағаздарын бере қойыңдар. Бірінші топ жылдамдық, екінші топ уақыт, үшінші топ немене бізде? Қашықтық. Ара қашықтық, иә, қашықтық. Енді мен сендерге айтайын деп отырғаным, бүгін балалар, сендерді мен осы бір жерге қоямын да, ұпайларыңды немен белгілеп отырамын, иә? Жаңа күн қандай күн? Олай болса, келесі назарларыңды тақтаға қарай қойыңдар. Не көріп тұрмыз балалар? Бір-біріне қарама-қарсы. Жақсы. Дұрыс айтамыз. А нелер қарама-қарсы жүреді? Қандай көлікпен кетеміз? Велосипед. Самокат. Кеме. Ұшақ. Адам, көлік бар адам, жарайды адамдар, адам кімдер, мотоцикл, жақсы, көліктің түрлері өте көп балалар. Енді бұл жерге бір екі бала келе ме? Келе салдай екен, мектебіне. Ала, енді қарай, сен ана жақтан, біз 8-ші мектепте оқимыз, е? Сен мұн жақтан келесің, ала, мына жақтан, е? Бір-біріне қарама-қарсы жүре қойды. Жүре қойды. Балалар не айтаймыз осы бір-біріне қарама-қарсы? Жүрді, және олар не істеді? Олай болса балалар, біздің сабағымыздың тақырыбы бір-біріне қарсы келе жатқан көлікте бағыттағы қозғалысқа есептер естеміз шығарамыз. Олай болса, қазір мен жерге жазам, бір-біріне немене қарама-қарсы тақтада да аша қойыңыз. Қарсы бағыттағы дұрыс айтасыңдар, өздерің аштыңдар бағыттағы қозғалысқа естеміз есептер қозғалысқа есептер шығарамыз. Есептер шығару. Жаңа біз өткенді есеп қайталауда біз жалпы бұрын қашықтықты қалай табу керек екенін білеміз, иә? Тағы да есімізге түсіріп кетейікші. Қашықтықты қалай табамыз, Мәдина? Қашықтықты табу үшін біз уақытты бөлеміз, жылдамдықты көбейтеміз. Қабылданады. Уақытты табу үшін не істейміз? Уақытты табу үшін ара қашықтықты бөлеміз, жылдамдыққа. Жақсы. Енді немене бізде жылдамдықты табу үшін, дара жылдамдықты табу үшін? Жылдамдықты табу үшін біз ара қашықтықты бөлеміз уақытқа. Жақсы. Неге бұларды біз қайталап кеттік? Бұрын біз осыған жай ғана есептер шығардық, иә? Формуласын береміз. Ал енді бүгін біз бір-біріне қарама-қарсы. Ол кезде, қараймыз, мені тыңдаймыз, бүгінгі жаңа сабақтарға жалғастыру үшін біздің мақсатымыз балалар жақындау жылдамдығына бүгін біз есептер шығарамыз. Онда қарама-қарсы, онда біз жылдамдығы белгісіз болса, қозғалыстардың жылдамдығы белгілі болса табамыз, уақыты белгісіз болса, және қашықтығы белгісіз болса, не істейміз бүгін? Сонымен жұмыс жасаймыз. Олай болса, қарайықта, ол үшін мен сендерге түсіндіріп кетейін. Сендер әлі біле қоймайсыңдар. Бүгінгі біздің негізгі бұл формулаларды білесіңдер. Бүгін жақындау жылдамдық, жаңа айттыңдар, екі көлік бір-біріне не істейтіндер жақындайды. Және жақындағаннан кейін біз оның жылдамдығын қалай табамыз? Ол үшін біз жылдамдықтың формуласы қалай белгіленеді? В. Иә, бұл жақындау жылдамдығы. Естеріңізге сақтаңдар, қазір сабақ болсын жұмыс жасайсыңдар. Жақындау жылдамдығын табу үшін біз не істейміз? Бірінші көліктің жылдамдығына қосамыз екінші көліктің жылдамдығын. Қайталап айтамын. Жақындау жылдамдығын табу үшін
сөйлегенде в демейміз, жақындау жылдамдығын табу үшін бірінші көліктің жылдамдығына екінші көліктің жылдамдығын не істейміз? Қосамыз. Кім қайталайды? Мергендер. Жақындау жылдамдығын табу үшін бірінші көліктің жылдамдығына екінші көліктің жылдамдығын қосамыз. Тамаша. Диана айтады. Жақындау жылдамдықты табу үшін бірінші көліктің жылдамдығына екінші көліктің жылдамдығын қосуымыз керек. Жақсы, тамаша. Қайталаймыз ба? Жарайды, тағы айта ғой. Жақындау жылдамдығын табу үшін біз бірінші көліктің жылдамдығын екінші көліктің жылдамдығына қосамыз. Енді бұл бір формула есіңізге сақтадыңдар ма? Қазір тапсырмалар болғанда осы формуланы есіңізде сақтаңдар. Екінші формула бізде есептерде болады. Бүгін бірінші көліктің жылдамдығы мысалға белгілі деп алайық. Екінші көліктің жылдамдығы белгісіз болса не істейміз біз? Сұрады. Енді бізде уақыты мысалға белгілі, ал несі белгісіз болса, қашықтығы белгілі болса, егер қалай шығаруға болады? Қазір сендерге осындай тапсырмалар береді. Бұл кезде не істейміз? Не белгісіз? Қалай шығарып өздерің шығарып көріңдерші. Не істеуге болады? Бірінші көлік қалай ойланамыз? Ашамыз сабақты ашайық. Бүгін сендерге болады. Бірінші көлік мысалға белгілі болады. Екінші көлік белгісіздер қалай шығарып осы көлік? Қалай ойлайсың? Медина қол көтеріп отыр. Не істейміз? Мерберт қол көтеріп отыр. Нұрай. Түсіндіңдер ма? Қайталап айтамын. Қазір міне мысалға екінші көліктің жылдамдығын не істеуіміз керек? Не? Айта ғой Медина, мен өзім айтып қойып Біз жылдамдығын формулалары аламыз. Дұрыс айтады. Жылдамдық не белгілі? Бірінші не белгісіз болып тұр мұнда? Екінші жылдамдық. Екінші көліктің жылдамдығы. Ендеше қандай формуланы қолданамыз? Біз арақашықтық Екінші көліктің арақашықтығын екінші арақашықтығын Медина. Содан кейін шыққан санына бірінші көліктің жылдамдыққа азайтады. Дұрыс. Бірақ Медина қалай? Бұл жерде қандай формуланы? Ең қарапайым. Қайсысын қолданамыз? Медина. Біз жылдамдық формула аламыз. Иә? Арақашықтық бөлеміз. Не істейміз сонда? Дұрыс айтады. Мұнда бізде не белгісіз болып тұр? Жалпы. Екінші, да? Табу үшін қай формуланы қолданамыз осынан? Қайсысын? Арақашықтық уақытқа бөліп аласыңдар да, ары қарай жалғастырамыз. Жақсы ма? Олай болса тақтаға көңіл қараймыз. Дәптерлеріңді аша қойыңдар. Мен бұлай істейін деп тұрмын қазір. Бірінші тапсырманы бірінші топ орындасын, екінші тапсырманы екінші топ орындасын. Ал үшінші топ оқулықты ашайық. 113-ші бет, номер 5. Не дейді бұл сендерге? Сызба құрып есептерді шығар. Ендеше уақыт кетті. Бастаймыз. Жаңа ғана айтып кеткен формуланы пайдаланамыз балалар. Сөз есептердің несі болушы еді? Бастаймыз. Уақытты белгілерін топтағы ережелерді білеміз, иә? Бұлай істейікші, бірінші топтан кім тақтаға шығып шығарай шапай деген бар ма? Бірінші топ, бірінші топтан шығатындар бар ма? Мадина, келін бірінші топ. Міншеге жаза ғой. Анжеге қарап. Екінші топтан мен шығарай шапай деген бар ма? Мадина шыға ғой. Екеуінде Нұрайда шығайын деп отырды. Жақсы. Қалғанын орындарында орындаймыз. Жаза ғой қасына. Үшінші топ қазір көрсетеміз.
Қарайыз. Қаттырақ басында. Ой, Мәдинаның бойы. Үшінші түсіндірме сіздерге. Жаңағы формуланы түсіндірме қолданыңыз. Не істейміз бәрін? Екі кісі енді не істейсің? Қалаған құдай шығарып. Қаншасың ба? Уақытты белгілі ме білесіз ба? Білесіз. Не істеп аламыз дедіңіз? Бірінші жылдан жақындау жылдамыз. Не істейміз еді? Бірінші жақындау жылдамызда. Бірінші қарама-қарсы не істейміз? Жаңа тақтада формула көрсетіп қойдым. Не істейміз? Не істейміз бірінші жақындау жылдамда? Ой, Мәдина болды ма? Ал сызбасы? Жауабын ауызша жазыласыңдар, иә? Сендерде айтысы не кетті? Есеп құрастырасыңдар, оны әртүрлі тәсілмен. Иә. Бірінші тәсілі көрсетіңдер, екінші тәсілі көрсетіңдер. Так. Оқи ғой, Мәдина. Сендерге берілді. Екі велосипедші. Қараймыз, тексереміз балдар. Екі велосипедші, аха. Бірінші велосипедтің жылдамдығы секундына 5 метр. Бір орындап тұра ғой, шақа бір орындап. Аха. Жасы. Ал екінші велосипедтің жылдамдығы секундына 4 метр. Уақыты 25 секунд. Ал арақашықтығы белгісіз. Мен формуланы қолдандым. Бірінші арақашықтықты табу үшін біз не істеуіміз керек? Жалпы? Жылдамдықты уақытқа көбейттім. Тамаша, аха, көбейтуіміз керек, иә? Иә. Бірақ, бірінші жақындау жылдамдықты табу үшін бірінші велосипедтің жылдамдығы, екінші велосипедтің жылдамдығы. тыңдаймыз. Бірінші топ сендердікі ғой. Яғни, бірінші көліктің жылдамдығы мен екінші көліктің жылдамдығын қосты, дұрыс па? Иә. Сонда қанша шықты? 9. Жақсы. Енді не істейміз? Уақытқа көбейтеміз. Сонда? Ол 225 метр шықты. 225 метр. Жауабы сонда, ауызша айтамыз, ал сызбасы дұрыс па, балалар? Бірінші көлік велосипедті, екінші көлік арақашықтық, уақыт 25. Тамаша, жақсы, отыра қойыңдар. Отыра қой, жақсы. Мінекей, жаңағы мен түсіндірген формуланы Мәдина не істеді? Ұлық жақсы нетті. Келесі, аша білді. Балалар, қайталап айтамыз, жақындау. Келесі, сенімді қандай? Бізге екі кеменің жылдамдығы берілді. Қарама-қарсы, да? Мен бірінші шартын құрдым. Бірінші кеменің жылдамдығы сағатына 48 километр. Екінші кеменің жылдамдығы сағатына 51 километр. Арақашықтығы 495 километр.
уақыты белгісіз. Жақсы. Енді Біз уақытты табу үшін арақашықтықты бөлеміз жылдамдыққа, бірақ біз жақындау жылдамдығын табу керек. естедің сонда жақында жылдамдығын табу үшін сен? Бірінші кеменің жылдамдығына екінші кеменің жылдамдығын қосып. Сонда қанша шықты? Екеуінің жақындау жылдамдығы? 99 Иә. километр. Сосын екінші амалда біз Не істейсің? Арақашықтық. Қанша еді? арақашықтықты бір уақытқа, жылдамдыққа. Сонда 5 сағат. Кімде осылай шықты сендерге? Дарында шықты, аланда шықты. Сенде ондай шыққан жоқ па? Нұрай, жақсы, тамаша. Мінекей. Ендеше олар екі кеме жауабы неше сағаттан кейін кездеседі екен? 5 сағаттан кейін кездеседі екен. Сызбасын қараймыз, дұрыс па? Бірінші кеменің жылдамдығы, екінші кеменің жылдамдығы, арақашықтық дұрыс, уақыт белгісіз. Тамаша, жақсы отыра ойында сарайсың. Ал үшінші топта кәнекей кім құрды? Өзің дәптеден оқып бере ғой. Мегер Раяна болдың ба? Тексереміз. Тыңдаймыз. Екі мотоцикл, да? Оның екі жылдамдығы белгілі, ал арақашықтығы белгісіз. Аха. Уақыты белгілі. Бірінші Мінтеге шығып көрсете қойшы. Екінші тәсіл кім шығарады? Бірінші тәсілді кім шығарсын, екінші тәсілді мен демек. Алағын тәсілмен. Сендерде екі тәсілмен, иә? Бірінші тәсіл. Қатпасамыз. Кімде осылай шықты? Бірінші тәсіл, екінші тәсіл. Жақсы. Жақсы, сен бірінші тәсілін шығарды, екінші тәсілін шығарды. Астына жазды. Сен сразу шешуін жазыңдар, екінші тәсіл. Сонда жалпы не? Қанша? 160. Нелерің қайда? Формулаларың қайда? Жақсы. Тұрай ғой. Біріншінікі 25 сағаты 25 километр дедің да, екінші сағаты 30 километр. Жоқ, не істедің? Екеуін қосып алдың да, не істейсің? Көбейтесің уақытың қайда? Иә, 3 сағатқа. Мынау екінші тәсіл. Дұрыс па? Мұнда не істейсің сен неден? 25. Бұл не? Бұл Бірінші жылдамдық. Қай көлік? Бірінші Бірінші көлік жылдамдық. көліктің аты қандай? Бірінші мотоциклді жеке уақытқа көбейттің, иә? Жылдамдығын. Екінші Мотоциклдің жылдамдығын көбейттің, иә? Сосын жалпы не істедің? Осы кімде осылай шықты? Дұрыс па? Жақсы, жарайсыңдар үшеуіңізді. Ендеше ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Орындықтарыңды итеріп қойсаңдар. Орындықтарын итеріп, Диана орындықтарға қоя қой. Есесіне тұрсаңдар. Нұрай орындықтарға қайта қойсаң, жерге тұрсын. Ала қойыңдар. Дайынбыз ба? Бір дүрсетін жасай қояды. Thank you.
Олар осы сабағымыздан жалғастырамыз балалар. Кішкене серпіп демалып алыңдар. Енді жаңа бізде өздерінің топтарынан жаңа тапсырма орындадыңдар ғой. Енді қазір бізде топтық жұмысы болады. Жақсы, топтық жұмыстың ережелерін есіңізге түсірсеңіз, топта не істейміз? Бір-бірімізді тыңдаймыз және көмектесеміз. Уақыт үнемдейміз, көмектесесіңдер. Олай болса, бір топ сөйлеп жатқанда екінші топ тыңдап отырамыз. Солай ғой, иә? Міндетті топтарының несін жазасыңдар, иә? Олай болдырасыңдар ма? Жылдамдыққа. Міне алдарында дескриптор тұр. Дескриптор бойынша мына тапсырманы орындайсыңдар. Сызба ма, не деп тұр? Дескрипторға қараңдар, құра қойыңдар. Бірінші топтың атын жаза қойыңдар. Немен формуламен. Себепті уақыт, иә? Уақыт болса, жерге уақыттарды қоясыздар. Былай орындайсыңдар ма? Мына жерден. Біреуің топ болғаннан кейін не істейміз? Бәріміз түгел қатысамыз. Топтың атын. Біреуің шағын жаза беріңдер. Біреуің сызбасын жаза беріңдер. Тез топтық жұмыс. Уақыт. Жаңа ғана мен айттым. Не белгісіз жаза беріңдер. Дескрипторға қараңдар. Дескрипторды қолданамыз. Дескрипторға қандай неге беріңдер? Мынау ұпай саны. Балалар, 3 минут береміз. Мадина уже бастап кетті. Біреу сызбасыз бар. Медет, айтып отыр, не белгілі? Енді шеш болмасы бар емес бар? Не бар. Сағатына 170 км. Сейчас я последний. Болғаннан кейін қандай белгіні білдіреміз? Уақытты аяқтаймыз.
сіздерге жаңағы тапсырмаға ұқсас тапсырма, иә? Сөз есептер. Олдар. Ал, айтыңыз. Кім бірінші, екінші топ бірінші болды? Шыға қойсын. Уақыт тобы келе қойды. Кім сөйлейді? Жүр. Кім берді? Дарын берсін. Кім сөйлейді? Алан деген бұл сатып. Ал, енді топтар сөйлеген кезде бір-бірімізді тыңдаймыз. Үшінші топ. Тыңдаймыз. Бірінші көліктің Қандай көлік сендерге? ұшақ. Бірінші ұшақтың жылдамдығы 150 км/сағатына. Ал екінші ұшақтың жылдамдығы 170 км/сағатына. Арақашықтық 960 км. Бізге уақыт Тыңдаймыз. Раян. Не белгісіз? Уақыт белгісіз. Иә. Бірінші жартылай жылдамдығын табу үшін біз бірінші ұшақтың жылдамдығына екінші ұшақтың жылдамдығын қосамыз. Бізде Шықты әрқайдарын сөйле қой. Бірінші ұшақ пен екінші ұшақтың жылдамдығын қостыңдар, қанша шықты? 320 шықты. Енді не істейміз? Енді не істейміз? Енді біз Уақытты табу үшін біз арақашықтықты бөлеміз жылдамдыққа. Иә. Сонда, 960 бөлеміз 120 теория 3 сағат. 3 сағат. Ендеше ұшақ неше сағаттан кейін кездеседі екен? 3 сағаттан кейін кездеседі екен. Енді сызбасын сызыпсыңдар. Дескриптор бойынша сіздерде не деп тұр? Ұшақтың құрдың да жалпы барлығы белгісізді анықтадыңдар. Жақсы, екі ұшақтың уақытын таптыңдар. Сызба бойынша бірінші, екінші уақыт белгісіз. Нәтиже неше болар болса жалпы 960. Жақсы, қошеметтерім. Енді өздерің отырып, басқа топтың тыңдаймыз, шуламайтындарын. Топтық ережені сақтаймыз. Кім? Үшінші топ па? Бізге екі ұшақ берілген. Бірінші ұшақтың жылдамдығы сағатынан 170 км. Ал екінші ұшақтың жылдамдығы сағатынан 150 км. Уақыты белгілі 5 сағат. Арақашықтығы белгісіз. Біз арақашықтықты табу үшін формуланы пайдаланамыз. Арақашықтықты табу үшін жылдамдықты көбейтеміз уақытқа. Бірақ бұны таппас бұрын біз жақындау жылдамдығын табамыз. Бірінші ұшақтың жылдамдығын бірінші көліктің жылдамдығына екінші ұшақтың жылдамдығын қосамыз. Сағатынан 170 км қосамыз, сағатынан 150 км. Шықты 320. Енді 320-ны көбейтеміз 5 сағатқа. Сен болады 1600 км. Сонда екі ұшақтың екі елдің арақашықтығы қанша екен? 1600 км. Жақсы. Отыра қойыңдар. Дұрыс па балалар? Иә. Тамаша. Бізде екі мемлекеттен екі ұшақ қарама-қарсы шықты. Бірінші ұшақтың жылдамдығы сағатына 150 км. Ал екінші ұшақтың жылдамдығы белгісіз. Тыңдаймыз, не? Олар 3 сағаттан кейін кездеседі. Не белгісіз сендерде? Екінші ұшақтың жылдамдығы. Бағанағы формула естеріңе түсті ме?
Екінші көліктің егер жылдамдығы белгісіз болса, не істейміз? Қандай формуланы қолданамыз? Қандай формула қолданыңыздар? Біз Жылдамдық. жылдамдықты табу үшін арақашықтықты уақытқа бөлдік. Тамаша. Иә. Ал арақашықтығы 960 километр. Сонда қаншаға тең болды? Нұрым бөлген кезде нешеге тең болды? 320. Енді не істейсің? 320-ны 150-ге аласың, тең болады 170. Егер салыстыру кезде біз не істейік екен? Шыққан саннан бірінші жақын жылдамдығын алатындар, сонда қанша? 170. Жақсы, сызбаларың да тамаша. Тамаша. Жақсы, отыра қойыңдар. Дискриптор бойынша барлығын таптыңдар. Жақсы. Ендеше балалар, осы топтық жұмыста не ұқсас болды? Осы тапсырманы орындағанда не қандай көліктің түрі берілді? Сенде де ұшақ. Сенде де ұшақ. Бірақ сенде де не белгісіз болды? Бізде екінші көліктің сенде де не белгісіз болды? уақыт. Бізде арақашықтық. Ендеше таба аламыз екен балалар. Ол үшін біз нені білуіміз керек? Формуланы жаттап білсек, біз ешқандай қиындықтан естімейміз, шатаспаймыз, иә? Олай болса тамаша, жақсы балалар, жарайсыңдар. Ары қарай біз сабағымызды жалғастырамыз. Ол үшін жаңағы көліктерді атап жатырмыз, иә? Қандай көліктер кездесті? Бағана да, жаңа да. Бірінші тапсырмада қандай көліктер болды тақтада? Велосипед кездесті, кеме кездесті, мотоцикл кездесті, және ұшақ. Ендеше, бұлардың бәрі бізде математикада қандай бөлім бізде? Ал енді ұшақты жүргізуші кім? Ұшқыш. Дұрыс айтасың, мына сандықтан қараңдаршы, қандай бүгінгі біздің сабаққа тиісті сөздер бар? Ұшқыш бар, тамаша. Оны түсінсеңіздер? Жақсы. Екінші, тракторшы деген трактор туралы болды ма бізде? Мотоцикл, велосипед, оны кім жүргізеді? Жүргізуші. Барма жүргізуші? Тағы да қандай? Капитан, дұрыс айтасың, капитан кім нені жүргізеді? Кеме. Балалар ендеше бізде бүгін біздің өтіп жатқанымыз бөлім бойынша мамандық, иә? Ендеше көліктерді жүргізетін олар маман иелері, иә? Мамандықтың бәрі жақсы, бірақ бүгінгі көліктерді атап атқаннан кейін білуіміз керек, иә? Жақсы, жарайсыңдар. Енді мен сендерге қазір мозаика тапсырмасын берейін деп отырмын. Мына жерде артында тапсырма бар. Қазір мен сендерге екі-екіден бере қояйын. Оқимызда дайындап отырмын. Сұрақтарымды оқыңдар, тыңдайын. Тыңдайын. Сосын келіп тақтаға мергер жайын келіп оқиға бірінші дауыстап. Жақындау жылдамдығы жаңағы сабаққа байланысты, иә? Жақындау жылдамдығы да не істейміз? Тыңдаймыз. Жақындау жылдамдығын табу үшін біз бірінші көліктің жылдамдығын, Нұрай, екінші көліктің жылдамдығын қосамыз. қосамыз. Ең жерге барда жарайды. Дұрыс па балалар? Жақсы. Келесі. Нұр. Оқи қой. Торда. Тордағы барлық көжіктер аяқтарының саны 84 болса, онда торда неше көжек? Көжектің нешесі аяқ бар? 4-ті бөлік 84-ті тең болады 21. Дұрыс па балалар? Дұрыс. Тамаша. Келесі. Мадина. Мадина дамастыр менталистіңді қазбесір теңдер. Келгір ғой. Аха, оқи ғой. Бүгінгі сабақта мамандықтардың қандай түрлері кездеседі? Кездесті. Бүгінгі мамандықтардың қандай түрлері кездесті? Ұшқыш, жүргізуші, келесі. Бар ма? Қағасын келіп. Аха. шаңғышы 12 Қатты. шаңғышы сағатына 12
жылдамдықпен 2 сағатта қанша километр жол жүреміз? 24. Иә, 1 сағатта 12 болса, 2 сағатта ол қанша километр жүреді екен? 24. Медина. Әлгінде бар. Болды ма? Бірінші көліктің жылдамдығы белгілі, екінші көліктің жылдамдығы белгісіз болса, не істейміз? Жаңа ғана айттық, иә? Біз жылдамдығын формула пайдаланамыз. Жылдамдығын формула қашықтық бөлеміз уақытқа. Сосын бізде сан шығады. Біз мынаны сан біріншісі көліктің жылдамдығы аламыз. Бізде екінші көліктің жылдамдығы шығады. Дұрыс па балар? Иә. Тамаша. Жарайсың. Ой, жақсырақ мына. Тым тар. Егер жаяу адам 4 сағатта 24 километр жол жүрсе, 1 сағатта ол қанша километр жол жүрген? 6 километр сағат. Дұрыс па балар? Ол 4 сағатта 24. Ал 1 сағатта қанша? 6. Жақсы. Қоя қой, қандай фигура шықты балар? Жақсы. Енді не сендерге немене мінекей бүгін жалпы немене бүгінгі біздің немен мінекей жинақтауда да жаңағы біздің тақырып бүгінгі тақырыбымыз қандай балалар болды? Тақырыбымыз қандай? Көліктердің қозғалыстарына деген есепте. Түсінікті ме? Жақындау жылдамдығын қалай табамыз? Білеміз қалай? Жақсы. Үйге тапсырма 113-ші бет электрондық күнделіктен қарап аласыңдар. Нөмір 6, нөмір 8. Жақсы ма? Енді біз кішкене кешірек тұрдық. Соңғы танымдық жұмыс меселге қазір бере қояйын. 1-2 минутта орындай қояйын. Сосын бағалап оқушымыз. Елімде басқын жүргетін балалар, біз мұндай тапсырмаларды орындап жүргенбіз. Бірінші топқа түсті 9 саны болу үшін тез. Мына 1, 2, 3, 4, 5, 6 сандарын бір-бірлерін тексере қойыңдар, иә? Сен болсаң, нұрымға бере қойып солай кете бересің. Жақсы ма? Тез. 1, 2 жұмыстар. Яғни бір сан екі рет қайталанбау керек, иә? Бастаймыз. Тек қана тексеруге сен естисің, зереге бересің. Сен мұны демесің, кім бір-бірін аласыздар. Кім Нұрай? Дианаға бет, Диана сен Нұрайға бет, иә? Естіңдер ма? Олық бар. Бір-бірлерін тексеріңдер де, соңына аттарыңды жазыңдар, ұпайларын қоя қойыңдар. Жақсы ма? Болды ма сен? Жақсы, атын жазын ба? Бере қойын кімге Нұрымға? Ұпай ат, тексересің. Егер бәрі толық болса, ал ұпай қоясыңдар. Егер толық болмаса, мен айтам қазір уақыт бітті деп айтам. Болды ба? Бер жарымда. Жақсы балалар. Не бердің ба? Бағаладың ба? Қанша екен Нұрымдығы? Бағасын қойып қой, сосын мен өзім көрем. Так, жақсы. Болды ба? Бір-біріне бере қой. Диана. Жақсы, уақыт бітті. Неше бала болды? Сосын маған тапсырасыр, аттарыңды жаза қойыңдар. Енді, болды, уақыт. Енді балар маған қарай қойыңдар. Бұл танымдық, иә, шығармашылық дейміз. Бірінші бұл тапсырманы орындағанда мен не етушіміздерге? Не істеуіміз керек? Қарап көресіңдер. Дұрыс айтасыңдар. Сосын? Сандарды көріп салыстырасыңдар, да? Шықты ма? Одан кейін? Не істейсіңдер одан кейін? Иә, шықты нәтижесін көріңдер, иә? Ендеше балалар есіңдерге мынадай
үнемі естеріне сақтау үшін қараңыз, дәлелдеудің 4 кезеңін берейін деп. Сосын маған партаға шеке қойсыңдар, өзім жинап аламын ұпайларында. Жақсы ма? Мынадай дәлелдеудің 4 кезеңі. Бірінші елестету, екінші салыстыру, үшінші дәлелдейсіңдер, түсінесіңдер, төртінші дәлелдеп кімге жетпей қалған? Мынаны үнемі сендерге көбейту кестесі сияқты немене есте сақтауға бұл сендерге үнемі керек болады. Логикалық тапсырмаларда бірінші проблемадан шығу жолы елестету, салыстыру, қолдану, түсіну и дәлелдеп түсіндіру. Жақсы ма? Енді қазір өзімізді бағалаймыз. Егер бағалауда тілек ағашына кім бүгін жақсы 5 алдым дегендер жоғарыға, бірақ мынаған аттарын жазыңдар, ортаға 4 алғандар, и төменге бүгін мен 3 деген ұпай десе, келіспе? И және ол менің да бағалауым болады. Аттарын жаза қойыңдар. Мен үшін. Аттарын жаза қойыңдар. Решетіне жаза қойыңдар. Ой. Болды. Кім жазып болды? Барып біле берсін. Так, мен айтайын. Толпа нетпек, бір-бірлеп. Ернұр, қайда қойып жатсың? Саны 5-ке қойып. Жақсы ғой. Өзіне 5 қойып жатыр. Керемет. Так. Аттарыңды жазыңдар ма? Жақсы. Жақсы. Қоя қойыңдар. Бұл мектеп түсіріңдер. Түсірдің, иә? Жақсы балалар. Енді бет қарап шығайшы. 5 алған балалар Мадина, Надина, Меруерт, Нұрай, Нұрым, Медина, Дарын өздеріне 5 қойыпты. Мен де, енді ол сендердің бағалауларың, е? Менің де өз бағалауым бар. Мен де бүгін Мадинаға 5 қояр едім, Надинаға 5 қояр едім, Нұрайға 5 қояр едім, Меруертке, Мединаға 5 қояр едім. Солай ма? Так, Раяна өзі қане қойыпты? Раяна бізде активный оқушы 4-ке қойыпты. Жақсы, значит, бір жерде қателестің да, әлі түсінбегенің бар ма? Алдағы уақытта. Түсіндің, бірақ ұял болсын ба? Жақсы. Бірақ 3-ке қоймапсың ба? Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. 4-ке қалған бал. Нұрымға мен де 5 қоя аламын, Дарынға 5 қоя аламын. Жақсы. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош, сау. Тұрамыз болмаса? Заттарыңды жинай қойыңдар. Рахмет.